Қайырлы күн балалар, сендер осы сабақта жыл бойы өткен тақырыптарыңды қайталайсыңдар. Алдымен теңдеуді шешейік. Бірінші теңдеуде бөлінгіш белгілі, бөлгіш белгісіз, бөліндінің мәні белгілі. Сендер бөлгіш табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлесіңдер. Ал екінші теңдеуде азайғыш белгілі, азайтқыш белгісіз, айырманың мәні белгілі. Демек, сендер азайтқышты табу үшін азайғыштан айырманың мәнін азайтасыңдар. Үшінші теңдеуде көбейткіш белгілі, екінші көбейткіш белгісіз. Белгісіз көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәнін белгілі көбейткішке бөлесіңдер. Ал төртінші теңдеуде белгісіз қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтасыңдар. Әрі қарай әріпті өрнектерді оқып, олардың мәнін табасыңдар. Бірінші өрнекті оқиық. 34-ті 9 бен А-ның көбейтіндісіне қос деп тұр. Мұнда А 4-ке тең болса, сендер бірінші 9-ды 4-ке көбейтіп, шыққан санды 34-ке қосасыңдар. Екінші өрнекті оқиық. Белгісіз санды А6 мен 5-тің көбейтіндісінен азайт. Белгісіз сан 90-ға тең деп тұр. Демек, сендер бірінші 6-ға 5-ті қосып аласыңдар, одан кейін 90-нан азайтасыңдар. Мұнда әріпті өрнектер мен санды өрнектер тауып көріңдер. Әріпті өрнек деген құрамында әрпі бар қосынды немесе айырма. Келесі қосындыны көбейтіндімен, көбейтіндіні қосындымен ауыстыруды сендер жақсы білесіңдер. Көбейту кестесін жаттаған кезде сендер, мысалы 2-2-ні көбейту керек болса, оны өз-өзіне 2 рет қосуды білесіңдер. 2-ге 3-ті көбейту керек болса, 2-ні өз-өзіне 3 рет қосу керек. 4-ке көбейтетін кезде 4 рет, 5-ке көбейтетін кезде 5 рет қосып үйренгесіңдер. Сол үйренген білімдеріңді пайдаланып, мына өрнектерді алмастырып көріңдер. 1-ді өз-өзіне 6 рет қосқан кезде біз оны 6-ға көбейте саламыз. Ал 2-ні 5-ке көбейту керек болса, біз 2-ні өз-өзіне 5 рет қосамыз. Бұл білімдерді сендер жақсы игердіңдер деген ойдамын. Келесі берілген өрнектерден бір тура теңдік, бір тура теңсіздік құрастыр деп тұр. Мына өрнектердің мәнін есептеп отырып, бір тура теңдік және бір тура теңсіздік құрастырып көріңдер. Ал мен 2 тура теңдік және бір тура теңсіздік құрастырдым. Өйткені 3-ке 6-ны қосқанда 9, 9-ды 4-ке көбейткенде 36, 36-ны 9-ға бөлгенде 4 шықты. Мына өрнекті есептейік. 6-ға 2-ні қосса 8, 8-ді 3-ке көбейткенде 24, 24-ді 6-ға бөлсе 4. Демек, 1 тура теңдік шықты. Ал теңсіздікті есептеп көрейік. 6-ға 4-ті қосқанда 10, 7-ге 2-ні көбейткенде 14, 14-ке 10-ды қосса 24 шығады. Ал мына өрнек 5 пен 4-тің көбейтіндісі 20, 3 пен 2-нің көбейтіндісі 6, 20-дан 6-ны азайтқанда 14 шықты. Демек, 24 14-тен артық. Осындай бір тура теңдік, бір тура теңсіздік өзің құрастырып көр. Балалар, сендер осы сабақта өткен материалдарды қайталадыңдар. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.